Жалпы тізім тақырыбы өте бай. Неге бай? Методтарға бай, функцияларға, инструменттерге бай. Біз тізіммен жұмыс істеу үшін бізде JavaScriptте көптеген методтар бар. Фильтрлеу, модификация жасау, трансформация жасау, иә, сұрыптау, сортировка, сол сияқты методтар. 20-дан астам методтар бар. Соның ішінде ең жиі қолданылатын, ең жиі кездесетін практикада солармен танысамыз. Оның алғашқысы фильтр. Оның мақсаты белгілі бір ережеге сай фильтрлеу. Мысал ретінде алайық, let бізде сандар бар, иә. Сандардан тұратын массив 1, 2, 3, 10-ға дейін бар. 6, 7, 8, 9 және 10. Бізде массивте 10 элемент бар, және әрқайсысы ол сандар, иә. 1-ден бастап 10-ға дейін. Біз намыс length деп тексеретін болсақ, ол бізге не қайтарады? 10 деген санды айтады, яғни саны 10. Енді мен айтқым келіп тұр, бір шарт қойғым тұр. Массивте әрбір элемент 5-тен кіші болса, соларды ғана қайтар деймін, иә. Қарасаңыздар, 5-тен кіші элементтер, 5-тен кіші сандар қайсы? 1 кіші 5-тен, 2 кіші, 3 кіші, 4 кіші, 5 тең. 6 үлкен уже 5-тен сөйтіп кете береді. Демек 1, 2, 3, 4 мына бір элементтерді ғана қайтару керек. Жаңа массив осы элементтерді қайтару керек. Ол үшін достар, намыс дейміз, фильтр дейміз, иә. Қарасаңыздар, фильтр деп жазатын болса, мына жерде оның подсказкасы болады, иә. Осы жерде оқысаңыздар болады. Арада бұл метод не істейді? Фильтр дейміз, ары қарай жеңіл болу үшін x деп аламыз. X бұл бірінші элемент деген сөз массивтағы. X кіші 5-тен едік, иә. Бұл не деген сөз? Бұл не деген сөз, иә? Мына жерге let new nums деп тексерейін. Nums және қазір console.log деп тексеретін болса, nums сандар, яғни new nums дейміз, тексеріп көрейік, не қайтарады жалпы. Біз метод деген method.js деген файлды құрған болатынбыз. methods.js деген файлды құрдық JavaScript, және соңынан біз жеңіл болсын мына жерде жалғап қояйық. Тексереміз енді жалпы. Ол үшін мына жерде обновить батырмасын басамыз. Қарасаңыздар, бізде басында 1-ден бастап 10-ға дейін болатын болса, 10 элемент болатын болса, енді 4 элемент, олар 1-ден бастап 4-ке дейін. Қарасаңыздар, массивіміз өзгерді. Енді жеке тоқталайық. Фильтрлеу үшін біз фильтр деген кілті сөзді қолданамыз, дедік. Фильтр деген методын қолданамыз. Фильтр дейміз, және мынандай бір жақша ашу арқылы біз мынандай элементімізді жібереміз. Мына ішіндегі нәрсе бұл функция. Алдағы тақырыпта өтеміз. Бұл жалпы функция деген не? Бұны кәдімгі функция деп қарасаңыз болады. Яғни бұл функция бірінші элемент, әр элементке әсер етеді. Әр элементке орындалады деп айтсақ та болады. Мысал ретінде x деген орнына 1, 1 деген алады, массивте бірінші элемент алады, оны тексереді, шарт бойынша тексереді. Егер деді 1 5-тен кіші болатын болса, деді, мына бір санды қайтар деген сөз, 1-ді. Орындалады, бұл true. Массивте енді бізде жаңадан элемент қосылды, жаңа массив бізде толықты, ішіне 1 кірді. Ары қарай 2 деген санды алады, 2 деген сан тексеріп көреді. 2 5-тен кіші ма, не кіші? Бұл рас деген қайтарады, рас болғандықтан мына 2-ні қайтарады. Сөйтіп 3 4-ке дейін келеді, 5-ке келген кезде тексереді, 5 5-тен кіші ма, жоқ дейді. Демек мынадан бастап сандарды алмайды ары қарай. Сонда біздің жаңа массив осылай құрылады, 1-ден бастап 4-ке дейін құрылады. Бұл фильтрлеу.